Алты жасқа келгенде арыстан туған қобылан қазынадан қамқа киеді. Өзімнің еншім болсын деп, тобылғы меңді торатты енші қылып мінеді. Қобыландының тілегін бүкіл қыпшақ тіледі. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданындағы номер 167 мектепте 7-ші В сыныбында оқимын. Аты жөнім Сағынбекова Мейірім. Мен осы Қобыланды батыр жырын жаттаған сайын қызығып, өзімнің бір шын мәнінде сол оқиғада болып жатқандай сезінемін. Дайындық кездерінде де, жаттаған кезімде де өзімді еркін сезініп, сахнада тұру мәдениетімді дамыттым. Және толығырақ айта кетсек, осы Қобыланды жырын жаттаған сайын менің өзімнің ауыз әдебиетіме тағы да сөздер қосылды. Осы балаларды, оқушыларды жырды жатқа айту, тек қана жаттанды түрде жатқа айту емес, сол жырдың мазмұнын түсіну, ұғыну жағынан балаларға үлкен үлгі өнеге деп ойлаймын. Яғни сол кездегі өзіміздің батырларымыздың, ата-бабаларымыздың өмірі жайында бала түсінеді, өзі жаттау арқылы соны етене жақсы түсінеді. Сонымен қатар ең бастысы бұл жерде баланы ұлтжандылыққа, елжандылыққа тәрбиелейді деп ойлаймын.